Неге егер осыны өндіріске кірдіңіздер? Фотопленкаға краскілерін өткізіп, сізге дайын материалды қалаған уақытыңызда тапсырыс беремін. Жұмыс кезінде тек қана 2 саусақпен емес, кіріңіздер, қараңыздар. Достар, бүгін біз арнайы қазбизнес жобасының аясында Қарасаудыңдар бір кішігірім инновационный бір жобалар істеп жатқан жігіттерді тауып соларға келдік. Шыны керек, мен өзім таңғалып жатырмын, мен қуанып жатырмын. Әмин мырза, қалыңыз қалай? Негізінде біздің бір сұрақтар болады, бағана сұхбаттасалық қой. Қазір шетелде жұмыс істеуде біраз. Именно енді барлығы алып сатумен айналысады ғой бізде қазір. Неге егер осыны өндіріске кірдіңіздер? Мен өзім, жеке өзім 4 жылдай Корея елінде, оңтүстік Корея елінде жұмыс істеп келдім. Ол жақта көбінесе өндіріспен айналысады. Алып сатумен айналыспыз. Мен де аманларға Құдай қаласа Қазақстан аманайсын жеткіземін. Мен де Қазақстанның экономикасына үлесімді қоссам, өндіріспен айналыссам, халыққа керек нәрселерді шығарсам деген ниетпен келіп осы дүниені шығарып, осылар дамытып жатыр ақырындап. Сол ары қарай қолдасаңыздар. Енді достар, мен сізге полный циклды айтайын. Негізі бұл коробкалерді сізге келуге дейінгі формат. Ол бірінші арнайы сіздің дизайныңызға байланысты, сіздің размеріңізге, қалыбыңызға қарай қалып жасалып, ол жерден коробкалердің кесіледі. Кесілгеннен кейін жиналғаннан кейін сізге табысталады. Но бірақ сіз индивидуально маған бөлекпен логотипін керек дейтін болсаңыздар, мысалы қазбизнес сияқты, онда оны бөлек отырып, обработка жасап, арнайы фотопленка арқылы сіздің сол қорапшаларыңызға өткізеді. Но маған бұл жерде қатты қызық тұрған дүние білесіз ба не? Ол енді қарапайым коробкалерге салына береді ғой, но мына жерде маған қатты қызық жері ол полиэтиленовый пакетке қалай өткізеді. Оказывается, бұның да өзінің бөлек бір технологиялық шешімдері бар. Фотопленкаға краскалерін өткізіледі, и ол краска қатты ешқандай нагревсіз осы полиэтиленовый пакеттердің ішіне жағылады. Кейін дальше цех неге пешке салынып, домна пеш емес, қарапайым қолда жасалған пешке салып, сушилкада кептіріледі. Сөйтіп сіздің қолыңызға уже логосы бар индивидуальный заказбен пакеттеріңіз болады. Жалпы тек қана енді қалың қағазды жабыстыруға болатын полиэтилен жұқа пакеттердің өзіне қалай жабыстыратын болсақ, фотопленкаға просто наносить, одан кейін барып сол мынаның үстіне жабылған красканы арнайы өзінің фондасында кептіріп, сізге дайын материалды қалаған уақытыңыздан тапсырып береді ғой. И бұл жерде мен сұрайтын, ладно, үлкен кәсіпкерлерге қатысты да, бірақ қазіргі 21 ғасырдың ең үлкен індеттердің бірі ол телефон болатын болса, сіздің, біздің балаларымыздың бір көңілін ауытқу мәселесінде, көңілін бөлу мәселесінде, моторика көмектейді, қолмен жұмыс істесіңдер, тек қана 2 саусақпен емес. Мында арнайы футболка екен, дейсіз ба? Арнайы краскасымен футболка барлығы 3,5 мың теңге. Бұл мен ойымша кез келген өзінің ұнаған персонажын салып қойып, раскраска жасап, әдемі бір айтқанда шұғыланып бір дүние болатын сияқты. Міндетті түрде мына инстаграмға астында комментарияда қалдырамыз пікірлерде. Кіріңіздер, қараңыздар, баға беріңіздер. Ең маңыздысы біздің сол Қарасай ауданының тұрғындарына, кәсіпкерлеріне қолдау білдіріңіздер.